Сәлеметсіздер ма? 5 сынып оқушылары, қазақ тілі сабағы. Біз сіздермен аспан әлемінің құпиялары бөлімін бастағалы жатырмыз. Балалар, қалай ойлайсыздар? Бұл бөлімнің бүгінгі бірінші сабағы қандай тақырыпта өтпек? Дұрыс айтасыздар, ай және күн. Бүгінгі сабақта сіздер ай және күнге байланысты тамаша аңыз әңгімемен танысатын боласыздар. Және грамматикалық тақырып берілген төл сөз, автор сөзі. Сіздердің үйренетіндеріңіз жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, төл сөз бен автор сөзін ажырату, мәтін ішінен таба білу. Сабақтың бірінші мақсатына қол жеткізу үшін сіздер тыңдалым тапсырмасын орындау керексіздер. Тыңдалым тапсырмасына байланысты дескрипторлар берілген, мәтінді мұқият тыңдайды, жетекші сұрақтарға жауап береді, аңыз әңгімедегі негізгі ойды анықтайды. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Жер ананың сұлу қыздары. Ертеде жер ана дүниеге екі сәби әкеледі. Екеуі туылғанда жер ана біреуіне ай, екіншісіне күн деген есімдерді береді. Жер күн мен айды мәпелеп, алтын бесікте бірдей тербетіп өсіреді. Осылайша екі ару өсе береді. Сұлулар өскен сайын бір-біріне сүйіспеншілік емес, қызғаныш пайда болады. Күнде, айда әркез айнаға қарап, әдеміліктерін тамашалаумен болатын. Дәл солай, олардың бір-біріне деген жек көрінішінің пайда болуы міне осы сұлулықтарында еді. Екеуінде де әрқашан кім сұлу деген сауал туындайтын. Ай ару күннің жарқылын жек көретін, онымен бүкіл әлем жарқырап, тіпті ай да жарқылдайтын. Екеуі тіл табыса алмайтынын түсінген ай анасы жерге барып: «Анашым, мен күнмен бірге тұра алмаймын, екеумізді екі жаққа бөліп тастауыңызды өтінемін» дегенде, жер ана қатты ашуланады. Айға рұқсатын бермейді. Сонымен қатар екеуіне жер ана іштей қайғырып, жас қыздарының болашағына алаңдайды. Ең қорқыныштысы сұлу қыздарының бір-бірінен ажырап кетуі еді. Ай күнге барып: «Екеуміз екі бөлек жандармыз. Мұны анамыз жерге түсіндіру керек. Екеуміз ешқашан тіл табыса алмаймыз» деген. Күнде қалыспай: «Демек мен саған қарағанда сұлу екенімді мойындап, менен бөлініп кетпексің ғой» дейді. Бойын ашу ыза кернеген ай күнге барып ерегеседі. Ерегесіп жатқанда ашуланған күн айдың әдемі бетін тырнап тастайды. Ай арудың беті қатты теңгелденіп қалады. Оны көрген ай қатты қайғыға батып, көз жасы көл болады. Сұлулығынан айырылған ай жер ананың рұқсатынсыз алысқа кетіп қалады. Күн айдан кешірім сұрау үшін оны қанша іздесе де таппайды. Ал ай болса түрінен ұялып, күннен қашып жүреді. Апалы-сіңілі қанша тырысса да бірге бола алмайды. Енді мүлдем кеш еді. Сол сәттен бастап екеуі бір-бірін ешқашан көрмепті. Күн ұйқыға кеткенде ай шығып, ай ұйқыға кеткенде күн шығыпты. Рахмет балалар, мәтінді толық мұқият тыңдап шықтыңыздар деген ойдамын. Ал енді дескриптордың екінші қадамына назар аударайық. Жетекші сұрақтарға жауап береді. Сіздерге сұрақтар берілген, сол сұрақтарға ауызша жауап беру керексіздер. Жер ана екі қызын қалай өсіреді? Экран алдында отырып, ауызша жауап бере беріңіздер. Тамаша. Ал енді жауаптарыңызды сәйкестендіріп көріңіздер. Жер ана күн мен айды мәпелеп, алтын бесікте бірдей тербетіп өсіреді. Керемет, сіздердің жауаптарыңыз сәйкес келді деп ойлаймын. Келесі сұраққа назар аударайық. Ай мен күн арасында қызғаныш не себепті пайда болады? Жақсы, жауаптарыңыз дайын болса, сәйкестендіріп көрейік. Ай мен күннің өскен сайын бір-біріне сүйіспеншілік емес, олардың жек көрінішінің пайда болғызғаны сұлулықтарында еді. Өте жақсы, жауаптарыңыз сәйкес келді деп ойлаймын. Келесі сұрақ. Жер ана неге іштей қайғырады? Қалай ойлайсыздар?
Жақсы, жауаптарымызды сәйкестендіреміз. Жер ана сұлу қыздарының болашағына, олардың бір-бірінен ажырап кетуіне іштей қайғырып алаңдайды. Тамаша. Апалы сіңілі неге қанша тырысса да бірге бола алмайды? Жақсы, жауаптарымызды сәйкестендірейік. Апалы сіңілі қанша тырысса да бірге бола алмайды. Өйткені олар екеуі бір-бірін ешқашан көре алмайды. Күн ұйқыға кеткенде ай шығады, ай ұйқыға кеткенде күн шығады. Өте жақсы. Енді балалар сұрақтарға өте жақсы жауап бердіңіздер. Тағы да бір рет назар аударып шығайық жетек сұрақтарға. Енді осы жетек сұрақтарға жауап бердіңіздер. Енді келесі қадам мәтіннің негізгі ойын анықтау. Қалай ойлайсыздар, осы аңыздан қандай ғибрат алуға болады? Аңыздағы негізгі ой қандай деп ойлайсыздар? Өте жақсы, жауаптарыңыз дайын деп ойлаймын. Олай болса, сәйкестендіріп көрейік. Бізде туған бауырларымызға ай мен күн сияқты қамқор болмасақ, сүйіспеншілік танытпасақ, кейін арамыз бөлініп кетуі мүмкін. Татулық бар жерде бауырмалдық болады. Өте жақсы, дескриптор бойынша үшінші қадам қандай болды? Мәтіннің негізгі ойын анықтау. Олай болса, сабақтың мақсатына оралайық. Сабақтың мақсаты қандай болды? Жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Бағалау критерийлеріне назар аударыңыздар. Жетекші сұрақтарға жауап береді, мәтін негізгі ойын анықтайды. Осы бағалау критерий бойынша өзін бағала. Олай болса, сабақтың екінші мақсатына көшейік. Төл сөз бен автор сөзін қолдану. Сіздерге бағалау критерийлер берілген. Төл сөз бен автор сөзінің жасалу жолдарын қызметін анықтайды. Мәтіннен төл сөзді сөйлемдерді таба алады. Балалар, енді екінші сабақтың мақсатына қол жеткізу үшін ең бірінші біз неге назар аудару керекпіз? Дескрипторларға. Яғни, сіздерге дескрипторлар берілген. Бірінші қадам төл сөз бен автор сөзінің жасалу жолдары мен қызметі жайында танысады. Екінші, мәтін ішінен төл сөзді сөйлемдерді табады. Сөйлемдегі төл сөз бен автор сөзін сызба арқылы көрсетеді. Ең бірінші қадам, және дескрипторда көрсетілген, ол енді төл сөз бен автор сөзі жайында мәлімет алу. Төл сөз сөйлеуші біреудің сөзін бұлжытпай, өзгеріссіз өз сөзінің ішінде қолданған сөз. Ал енді сіздер тұжырымдап, түсініп, қайталап көріңіздер. Төл сөз дегеніміз, ол қандай сөз екен? Өте жақсы, тамаша. Төл сөз тек біреудің айтқан сөзі ғана емес, ойлаған ойы, айтуға оқталған сөзі түрінде де беріледі. Төл сөзбен байланысты айтылған сөйлеушінің өз сөзі автор сөзі деп аталады. Яғни балалар, төл сөзбен міндетті түрде қатар қандай сөз жүреді? Автор сөзі жүреді. Төл сөзбен автор сөзі де көмекші етістігінің деді, деп, деген, дейді, дегендей, дей жаздады, деген екен тұлғасындағы түрінің бірімен байланысады екен. Өте жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Ал енді балалар, төл сөздің тыныс белгілеріне назар аударайық. Ол неге байланысты болады екен? Төл сөз бен автор сөзінің орын тәртібіне, төл сөзді сөйлемнің хабарлы, сұраулы, лепті болуына қарай төл сөздің тыныс белгілері де әр түрлі болады екен. Ал енді осыны түсініп көріңіздер. Ол үшін асықпай, мұқият сызбаларға назар аударыңыздар. Осы төл сөз бен автор сөзінің орын тәртібінен тағы да бір қарап шығыңыздар. Енді көбінесе төрт орын тәртібі белгіленеді. Осыған байланысты тыныс белгілері қойылады.
Біз жер ананың сұлу қыздары мәтінін бағана бірінші тапсырма орындаған кезде тыңдап шықтық. Енді осы аңыз әңгіменің ішінде төл сөзді сөйлемдерді анықтап көріңіздер. Қазір мәтінге көз жүгіртіп, осы мәтін ішінде неше төл сөзді сөйлем бар екен, соны анықтап шығыңыздаршы. Жақсы, өте жақсы. Сонымен балалар, бұл мәтін ішінде неше төл сөзді сөйлем бар екен? Өте жақсы. 4 сөйлемді анықтадыңыздар. Тамаша. Олай болса, балалар, бағанағы дискрипторды еске түсіреміз. Бірінші қадам сіздер теория, төл сөз бен автор сөз жайында мәліметпен таныстыңыздар. Екінші мәтін ішінен сіздер төл сөзді сөйлемдерді анықтадыңыздар. Енді үшінші қадам, сіздер осы төл сөзді сөйлемдердің ішінен сызба ретінде төл сөз бен автор сөзді не істейсіздер? Белгілеп көрсетесіздер сызба ретінде. Ал іске сәт. Өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Ал енді балалар, жәнегі сабақтың екінші мақсатына назар аударайық. Қаншалықты сіздер екінші мақсатқа қол жеткізе алдыңыздар. Енді сіздерге бағалау критерийлері және дескрипторлар көмектеседі бағалауда. Дескрипторларға назар аударыңыздар. Төл сөз бен автор сөзінің жасалу жолдары мен қызметі жайында таныстыңыздар. Мәтін ішінен төл сөзді сөйлемдерді табады. Сөйлемдегі төл сөз бен автор сөзін сызба арқылы көрсетеді. Осы қадамдарды сіздер орындап шықтыңыздар. Өздеріңізде қандай қиындықтар туды? Дескриптор бойынша көріңіздер. Ал енді жетістік баспалдағына назар аударамыз. Сонымен бізде бүгін сабағымызда 2 мақсат болды. Сол мақсатқа қол жеткізу үшін сіздер бағалау критерийлеріне сүйендіңіздер. Енді сол бағалау критерийлері бойынша қаншалықты, қай сәтте қиындық туды? Жетекші сұрақтарға жауап береді. Мәтіннің негізгі ойын анықтайды. Төл сөз бен автор сөзінің жасалу жолдарын қызметін анықтайды. Мәтіннен төл сөзді сөйлемдерді таба алады. Ал енді осы сабақта мақсатына қол жеткізудегі сәттеріңіз қандай болды? Енді қиындық болған жағдайда әрине сіздер не істейсіздер? Бірінші мақсат бойынша қиындық болса, сіздер тыңдалым мәтінін қайта тыңдап шығасыздар. Жетекші сұрақтар бойынша қайтадан мазмұнын қарап шығасыздар. Және міндетті түрде аңыз әңгімедегі негізгі ойға назар аударасыздар. Екінші мақсат бойынша төл сөз бен әдеби тіл нормалар бойынша бізде екінші мақсат берілген. Осы бойынша енді бізде бүгін алғашқы сабақ. Біз төл сөз, автор сөзіне әлі де ораламыз. Бірнеше сабақ осы мақсат бойынша қарастырамыз. Яғни қиындық болмайды деп ойлаймын. Енді осы екінші мақсат бойынша білімдеріңізді жетілдіру үшін жеке тапсырма сіздерге беріледі. Ай мен күн тақырыбына қатысты берілген сызба бойынша сөйлем құрастыру. Бағанағы орын тәртібіне байланысты жәнегі 4 сызба берілген. Осыған байланысты енді сіздер сабақ барысында сіздер дайын сөйлем бойынша сызба құрастырсаңыздар, енді сызба бойынша сөйлем құрастырасыздар.